Сәлем. Менің атым Наргиза. Жоқ, ол Сәлем. Менің атым Наргиза, а менің атым Амина. Біз қазір пластилиннен әртүрлі заттар мен жәндіктер жасап жатырмыз. Мен осындай тиранозавр жасадым. Ол бұрынғы замандарда өте үлкен болған және қорқынышты болған. Міне, қарап алыңдар балалар. Сосын, мен қазір осындай жәндік жасап жатырмын. Ол міне осы упаковкада. Тұр, мен оған қарап жасап жатырмын. Қазір қанаттарын аяқтап болғаннан кейін сендерге көрсетемін. Сосын, мен осындай құрт пен божа коровка жасадым. Олар осы жапырақта отыр. Оның бәрі біз кәдімгі пластилиннен жасадық, мен тиранозаврды. Амина, сен смайлик жасап жатырсың ғой, иә? Мен осы күндіз жасап жатырмын осы жақта. Я, міне балалар, қараңдар. Ұқсай ма, ұқсамай ма? Амина тағы да күннің шуақтарын жасап болғаннан кейін сендерге көрсетеді. Смайлик. Так, сосын Амина, сен бағана не жасап жатқан едің? Мен көйлектің белбеуін жасап жатырмын. Тағы да мен бұрынғы папам өзімнің әкемнің туған күніне осындай копилка жасағам. Осы жақта көп ақша болған еді, бірақ та біз алып қойғанбыз ғой Амина екеуміз. Тағы да осындай сурет жасадым. Ля-ля-ля. Ол кәдімгі пластилиннен емес, ол скульптурный пластилиннен мен оны жасағам. Тағы да осындай сурет. Осындай міне болашақты салған. Осы астанамыз міне осындай болады деп мен ойлағам. Осындай міне көліктер ұшып жүрген супермаркет міне. Тағы да міне осы трамвайлар жүр. Міне менің Майнкрафтым. Бірақ та мынау мысықтың аяғы да сынып қалған, бәр жағы сынып қалған. Тош мен сендерге былай көрсете берейін. Аяқ кетті. Міне. Осындай аяғы болған. Мен оны бір апта бұрын жасағам, сол үшін ол сынып қалған. Міне, осындай болған ол. Тағы да бізде ештеңе жоқ па, Мика? Осымен болды балалар. Келесі кездескенше каналға жазылыңдар, лайк қойыңдар.